Сенің дұғаң да ниетің де қабыл болмайды. Адамдар Құдайдан дұға тілеп жатырмын деп көп айтады, ниетім бар деп айтады, бірақ ол қалай жасалып жатқанын сұраған кезінде көп адамның қателігі шығып жатады. Дұғаны жаңағы намазды оқығаннан кейін жасау керек. Өздерінің бір определенный шаблондарында жүреді. Сен Құдаймен сөйлесуіңе, Құдайдан ниет қылуыңа ол ештеменің қажеті жоқ екенін біздер айтып түсіндіргеннен кейін олар түсініп жатады. Мысалға, я Аллам, маған денсаулық бере көр, маған бақыт бере көр, басқа бере көр дегенде жүреді. Бере көрдің өзі детский позициядағы жүрген баланың ісі. Маған бер, саған не қайырлы екенін ол бір Құдайдан басқа ешкім білмейді. Мысалға, мен қазір сұрап тұрған жұмысым маған қайырсыз болғанда, ол Құдай маған ол жерге кіргіздірмейді. Мен маған бере көр, осы жұмысты бере көр деп басқа нәрсені көрмеймін. Тек сол бір нәрсеге жабысып алып, соны Құдайдан күнімен түнімен сұрап жатырмын, ниет қылып жатырмын деп ойлаймын. Ал шын мәнінде оның жасайтын өзінің тәсілдері бар. Қалай взрослый позицияда саған Құдайдың беретіні қайырлы емес екеніне сену арқылы, Құдай саған всегда өзінің дұрыс бағытқа жүретін жолыңдағы адамдарды кездестіру арқылы, және ниетті сұраған кезінде қалай сұраймыз? Ниетті айына бір рет айтамыз, аптасына бір рет айтамыз, не болмаса күніне бір рет айтамыз да. Содан кейін ол қозғалмайды. Таңертең тұрып айттың ба? Каждый сағат сайын болсын, білмеймін енді, күніге 5-6 рет болсын, ниет еттім деген нәрсені айтып отыруымыз керек. Қандай нәрсені сұрасақ та бізге бір Құдайдың беретініне сеніміміз мол болу керек. Бермей жатса оның қайырсыз екенін жүрегімізде түсініп тұруымыз керек. Ниет етудің өзінің формуласы бар. Соны өзінің рет-ретімен жасап, және қайта-қайта жаңғыртып тұратын болса, сол ниет қабыл болады.